ең үлкен ілім ол Алланы тану ілімі деп ғалымдар айтады. Ең үлкен ілім ол Алланы тану ілім. Сол үшін де міне бүгінде барлығымыз Алланы таныған әрбір пенде бүгінгі күнде Алланың алдында қандай бір ілім өзіне қажетті болса, сол ілімді есігін ашып оны үйрену бізге міндетті. Ол қайсыла болмасын, құрметті жамағат. Әсіресе енді қазір уақытта ғаламтордың әлемді шарлаған уақыты, интернет заманы. Дұрыс, интернет заманында біз барынша интернеттен бүгінде алыспен Америкадағы тұрған балаларымызбен хабарласамыз. Тіпті бүкіл жаңағы өзіміздің күнделікті кәсіп, тіршіліктің барлығын бүгін кейбір азаматтарымыз сол телефон арқылы үйде отырып, қаншама кәсіп жасап, тірлік жасап, нәпақа тауып отыр. Қаншама азаматтар сол интернет арқылы бүгінгі таңда білімге мүмкіндік алып отыр. Үйде онлайн арқылы Америкадан білім алып отыр, болмаса Европадан білім алып отыр, болмаса Түркиядан, басқа мемлекеттерден, сырт Америкадан алып. Тіпті өзіміздің еліміздің өзінде қаншама білімді азаматтар бүгінде сол мүмкіндікке қол жеткізіп отыр. Тіпті бүгінгі таңда үлкен бір жетістіктің бірі Құран үйренудің өзі. Қазір көп кісілер мешітке келуге, жұмыс бабымен, басқа да тіршіліктің қамында жүрген көп азаматтарымыз, күндіз мәселен сабаққа дәріс келе алмайтын кісілер, яғни ол онлайн арқылы қаншама ұстаздарға жазылып, ол жерден жаңа білімін көтеріп, Құранға түскен қаншама азаматтар бар. Яғни бүгінгі таңда тіпті мешітке келіп, намаз үйренді, мешітке келіп Құран үйренген кісілерден көрі, қазір онлайн болмаса жаңағы әлеуметтік желі арқылы бүгінгі таңдарда ұстаздардың арнайы платформаларында, бағдарламаларына тіркеліп, ол жерде ілім алып жатқан жандар қаншама. Яғни бұл ғаламтордың бізге пайдалы тұстары. Осы ғаламтор арқылы бүгінгі таңда өзінің мәселен азғантай білімін, яғни бір болар болмас сәттегі адамдарға сол білімін паш ету арқылы, пайдалы нәрсесі арқылы әлемге танымал болып жатқан адамдар қаншама. Қазіргі таңда енді блогерлердің заманы деп жатамыз ғой. Яғни блогерлердің сол болар болмас кейде пайдалы ма, пайдасыз ба, әйтеуір атағы шығып бірденен елге, халыққа танымал болып жатқан азаматтар қаншама. Әрине танылсын, әрине елге, халыққа пайдасын тигізсін. Бірақ бұл жердегі ең басты нәрсе интернеттің, ғаламтордың, бүгін әлеуметтік желілердің қайсы бір саласы болмасын, құрметті бауырлар, мұсылман баласы бір нәрсені жақсы білу керек. Яғни қандай бір нәрседе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла ю'ни". Бұл пайғамбарымыздан имам Термизи, Ибн Маджалар бұл хадисті жеткізген. Адамның исламды жақсы ұстануының белгісі, адамның исламды ұстанып жүргендігінің ең бірінші белгісі не десе, таркуху ма ла ю'ни, яғни пайдасыз нәрседен өзін аулақ ұстауы дейді. Мұсылман адам ол барлық нәрседе, пайдасыз нәрсенің барлығын қайсы болмасын, ол өзін барынша аулақ ұстайды.